әр сабағы болып өтіп тағдым. Әр шәкірттің оятатын танымын, мейлі есейіп кетсе де сол ұл қызы, санасында жүре берер әлі күн. Ұстаз деген мәртебелі бір есім демекші. Бүгінгі ұстазбен сұхбат бағдарламасының қонағы мектебімізде математика пәнінің мұғалімі Иманғазиева Клара апайымыз. Ал апай, бүгінгі ұстазбен сұхбат бағдарламасына қош келдіңіз. Сізге қоятын алғашқы сұрағым, ұстаздық жолына қалай келдіңіз? 1982 жылы орта мектепті аяқтап, Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтының физика-математика факультетіне оқуға қабылдандым. 1987 жылы физика және математика пәндерінің мұғалімі мамандығы бойынша институт аяқтадым. Еңбек жолым туған жерім Дардан орта мектебінде физика пәнінің мұғалімі болып бастадым. Отбасы құруыма байланысты Ақтам орта мектебіне ауысып, қазірде математика пәнінен сабақ беріп келемін. Еңбек өтілім 34 жыл болды. Бүгінде білім берген шәкірттерім әртүрлі салада қызмет етеді. Солардың ішінде өзіммен бірге осы мектепте ұстаздық етіп жүрген шәкірттерім бар, солар арқылы мақтанамын. Тамаша апай, ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Ұстаздан шәкірт озды дейді ғой. Міне, ұстаздан шәкірт озды деген осы болар. Сол өзіңіздің жолыңызды қуып, шәкірттеріңіздің арасында ұстаздық жолында жүрген шәкірттеріңіз бар ма? Иә, бар. Атап өтсем, бүгінде өзіммен бірге қатарлас істеп жүрген шәкірттерімнен технология пәнінің мұғалімі Қонаева Арайлым, химия пәнінің мұғалімі Жұматаев Ернар, тәрбиесінің меңгерушісі Дәулетов Аршалым, сондай-ақ дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Ташкенбай, қазақ пәнінің мұғалімі Ғазиза және ағылшын тілі мұғалімі Алтынайларды атауға болады. Тамаша. Енді сізге келесі сұрағымды қойғым келіп отыр. Сізге екінші сұрағым қойғым келіп отыр. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы оқушылар мен қазіргі 30 жыл кезіндегі оқушылардың арасында өзгешеліктер бар ма? 1987 жылы бастағандықтан Қазақстан тәуелсіздік алған кезінде 4 жыл ұстаздық етіп жүргенмін. Ол кездегі оқушылар кітапты көп оқитын, кітапханадан шықпайтын және мұғалімдердің айтқанын екетпейтін. Ал қазір күнде де шәкірттеріміздің ақпараттық технологияның дамуына байланысты білім алу мүмкіндіктері шексіз, ақпараттық құзыреттілігі жоғары және өзіндік ойларын еркін айтады. Тамаша апай, сіздің еңбегіңізге табыс тілей отырып, бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Білімді шәкірттеріңіз көп болсын. Сізге көп рахмет.